Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығының жалпы өнімін 2 есе көбейтіп, еңбек өнімділігін 3 есе арттыру керек. Ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің алдына осындай міндет қойды. Мемлекет басшысы өз сөзінде жемқорлардың кесірінен бұл саланың дамымай келгенін баса айтты. Бұл бағыттағы өзекті түйткілдерге қатысты аймақ тұрғындарының өз айтарлары бар. Құрылтайда қарап отырсаңыз, күнделікті мәселелер секілді, күн тәртібіндегі, бірақ барлығы өзекті. Барлығының артында ұлттың мүддесі тұр, қоғамның мүддесі тұр. Барлығының артында ұлттық тәрбие тұр. Біздің ел болып қалу мәселесі тұр. Көтерілген мәселелердің барлығында ертеңгі күні Қазақстанның жаңа тұрпатты мемлекет болу жолында қандай қадамдар жасалу керек. Осы тұрғыдан да президент көптеген мәселелерді айтты. Сондықтан сонымен қатар бір қуанарлық, енді осы Қызылордалық болғаннан кейін келесі ұлттық құрылтайдың сыр елінде өтетіндігі, бұл тарихи тұрғыдан да жаңағы жасалып жатқан осы еліміздегі ауқымды жобалардың беріп жатқан бағасының сондай бір нәтижелігінің арқасында да бір лайықты деп есептеймін. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың көптеген мәселелерде мен көңілім толып, соған риза болдым. Как сыр елінің тұрғыны ретінде. Соның ішінде аутизм деген. Аутизм барлық облыста қазір кейінгі шыққан балалардың науқасы. Мінекей осы мәселені алдын алмасақ болмайтынына мен көзім жетті. Себебі ауырғаннан аурудың алдын ал деген сөз бар ғой. Сондықтан мынау президентіміздің айтқан сөзі әр облыста осыны ашқан дұрыс еді. Қызылорданың Астана болуына көзқарасым, қазіргі таңда Қызылорда осы 2 жылдың көлемінде жақсы дамып жатыр, көркейіп жатыр. Ешқандай қарсылығым жоқ, көзқарасым жақсы. Астана болған жақсы ғой, енді ыңғайы келсе. Көркейтіп жатыр ғой тәтті. Баяғыда емес, үлкейіп жатыр, тамдар салынып жатыр, гүлдер егіп жатыр, талдар егіп жатыр біраз. Астана болуға қарсы емеспін.